Баршаңызға сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен үнді мантысы деп аталатын өте дәмді тағамның рецептісімен бөлісемін. Ыдысқа 150 грамм су, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық толтырмай тұз және де 350 граммдай ұнымызды салып, қаттылау етіп кәдімгі бешбармаққа арналған қамыр сияқты илеп аламыз. Қамырымызды әбден жақсылап, іртігі қалмайтындай қылып илеп, кәдімгі пакетке салып, тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғанша біз үнді мантыға арналған подливымызды әзірлейтін боламыз. Табамызды қыздырамыз. Мен кәдімгі мантаварканың ыдысын алдым, осылай ыңғайлы болады. 150 граммдай сұйық майымызды құйып, қыздырып, керегінше ет қосамыз. Менде 300 граммдай етті майдалап турап қуырып алдым. Еттің суы тартылғасын, бір пиязымызды салып қуырамыз 5 минуттай пияздың суы шыққанша. Сосын бір орташа редька кәдімгі тұрыпты және бір орташа сәбізді майда төрт бұрыштап турап, тағы да бір 10 минуттай қуырып аламыз. Енді бір ас қасық томатымызды саламыз және дәмдеуішті қалауыңызша қосасыз. Менде вегета универсальный дәмдеуіші және де паприка қостым. Ет тұздалғандықтан мен тұз қосқан жоқпын. Етіңіз тұздалмаған болса, сіз татымына қарай тұз қосыңыз. Енді тағы да бір 5 минуттай қуырып аламыз да су қосамыз. Суды көп қосудың қажеті жоқ. Мен 200 граммдай су құйдым. Енді суымыз бір бұрқ еткесін астын жай басып қоямыз. Енді жаңағы илеген қамырымыздың июі қанды жақсылап зуалалап аламыз да видеодағыдай жайып шығамыз. Кәдімгі бешбармаққа жайған қамыр сияқты қылып жаямыз. Үнді мантысына арналған қамыр қаттылау болғаны дұрыс, себебі неғұрлым жұқалау жайылса қамыр, соғұрлым біздің қамырымыз өте керемет болып пісетін болады. Қамырымыз жұқа болып жайылды. Енді осы қамырдың бетіне кәдімгі сұйық майды жағып шығамыз. Сұйық майды жағып және видеодағыдай осылай төрт бұрышты өзіңіздің қалауыңызбен кез келген размермен кесіп шығамыз және мантаварканың осындай табасына салып шығамыз. Бір-бірінің үстіне қоюдан қорықпаңыз, қамырларға май жағылған, қамырымыз бір-біріне ешқандай да жабыспайды. Тек мантаварканың әрбір жерінен тесік қалдырып қойсаңыз болғаны, содан буы шығып қамыр бір келкі пісуі қажет. Қамырымызды дайындап қойдым. Енді жаңағы подливымызды ашып, үстіне майдалап туралған 3 картоп менде орташа майдалап турап қосып, үстіне тағы да суы тартылса, аз ғана суды қосып, бір бұрқ еткесін үстіне қамырымызды қойып, бетін жауып, 20 минуттай ғана пісіреміз. Осы кезде біздің қамырымыз да дайын, картопымыз да дайын. Енді ең соңында болгар бұрышын, укропты және сарымсақты осылай майдалап турап қосамыз да 2-3 минут қана пісіріп аламыз. Себебі бізде болгар бұрышы барлығы соңында салған көкөністеріміз қыртылдап тұру керек. Осымен біздің үнді мантымыз дайын. Қамыры видеода көріп тұрғандарыңыздай бір-біріне жабысқан жоқ, жұп-жұқа болып, өте керемет болып пісті. Енді ары қарай видеодағыдай өзіңіздің қалауыңызбен әсемдеп қойсаңыз болады. Мен осылайша салдым. Табаға шет-шетіне қамырды қойып, ортасына подливымызды саламыз. Өте дәмді, міндетті түрде істеп көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Рахатай. Рецепт ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Бұл менің каналымның дамуына өте маңызды. Баршаңызға алдын ала рахмет.